Сәрвар, бүгін біз Семей қаласындағы Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнер мұражайында қонақтамыз. Өзің байқағандай, мұражайдың ішінде түрлі жәдігерлер өте көп. Тіпті олардың саны 6000-ға жуық. Түрлі картиналар, әшекей бұйымдары, яғни қолөнер бұйымдары, солармен қатар археологиялық қазба байлықтары да бар. Әшекей бұйымдарына қалай назар аударып? Өзіңнің басында шекені айттық. Бұл қазақ қыздарының киген әдемі бұйымдары. Шашбау шашының ұшындағы. Ал менің кеудемдегі өңір жиек деп аталады. Қалай әшекей бұйымдар бүгін саған ұнады ма? Иә. Анашым, ол не жүннен жасалған ба? Иә, оның аты текемет деп аталады. Текемет, сырмақ, олардың түрлері өте көп. Қолдан жасап көргің келетін болса, сені тағы да бір қызықты жерге апарайын. Мұражайды аралап болайық, содан кейін бірге барамыз. Интересно, можно посмотреть? Қалай? Можно еще вот так носить. Можно вот так. А можно вот так. Қандай тамаша заттар жасайсыңдар. Қандай заттар жасап үйренгің келсе, бүгін кешке біздің цехқа кел. Барамыз ба? Сәрвар, сен өзің қалағаныңдай, біз міне Бүрзе апамыздың тамаша осындай жүннен жасайтын шеберханасына келіп отырмыз. Бүрзе апай, бүгін бізбен қандай зат Монша жасайық. Ат жасайық. Атты жақсы көресің бе? Давай, ат жасап көрейік ендеше. Көретін салт болды. Аттың денесіндегі дақтарын бәрін келтіріп болдым. Сәрвар, молодец, умница. Bir дегеніне түсініп алды. Жарайсың. Оны су сорып аламыз. Су сорып аламыз да, бетіне. Өзің сеуіп көр. Қыссаң өсі. Ой, молодец, ой, умница. Қол өнерге өте бап, қол өнерді жақсы көреді. Сурет салады күніге. Қолымызды мынамен бас суды сіңіресің. Енді ол тығыздалып болған жоқ әлі. Жай ғана су сіңді, е? Пісіреміз дейді. Пісіреміз деген не деп сұрайды? Ол пісіру деген қазақта кигізді тығыздауды пісіру деп айтқан. Енді осыны былай істейміз. Ат жасау үшін мынандай аттың денесін үлкен формаға мынаны келтіріп ақырындап ойып ала береміз, е? Байынан саламыз мынаның ішіне. Содан тағы да екіншісін оның үстіне жабыстырамыз, е? Астына ма? Е, Жұмсақ ат шығады. Міне біреуін бір аяқты дайын қылдық. Аттың төрт аяғын мінекей Сәруар өзі көмектесті.